Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге маш көже немесе маш хорда тамағын жасайтын боламыз. Өте дәмді тамақтардың бірі. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен қазанымызға сұйық май құйып, қызғанша күтеміз. Осы уақыт аралығында машты жуып, суын көп етіп, осылай қайнатуға қоямыз және жай отта қайнатамыз. Етімізді салып, қызарғанша қуырамыз. Осылай кішкене суы тарылған соң, пиязымызды салып, тағы да сарғайғанша қуырып аламыз. Сосын бір қызанақ немесе томатный паста салуыңызға болады. Бір шай қасық толтырып, 2-3 минут шамасында қуырып аламыз. Сосын сәбіз, картоп, болгар бұрышын майдалап турап салып, бір 10 минут шамасында қуырамыз. Біздің маш дәл осылай қайнап тұруы қажет піскенше. Тұзымызды салып, қуырып үстіне су құямыз. Жай отта жарты сағат шамасында қайнатамыз. Осы уақыт аралығында машта пісіп қалады. Дәл осылай жарылып піскен соң артық суын төгіп тастаймыз. Тамағымызға саламыз. Күрішті тез пісетін болғандықтан енді жуып саламыз бірге. Маш қанша болса, күріште сонша мөлшерде болады. Дәл осылай 15-20 минут шамасында күріш піскенше қайнатып аламыз. Біздің маш көже тамағымыз дайын болды. Өте дәмді тамақтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.